Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен кесте өнері туралы әңгімелесетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кесте өнері және оның түрлері. Жалпы кестелеу өнері сан алуан болып келеді және оның тарихы тым тереңнен басталады. Бүгінгі сабағымызда Қарағанды облыстық бейнелеу өнер музейінің қорынан алынған экспонаттарды пайдалану арқылы танысатын боламыз. Кесте сәндік қол өнерінің бір түрі. Мата, тері, киіз, тағы басқа материалдар бетіне әртүрлі боялған жіптермен, жібек зерлермен сурет, өрнек салып тігу арқылы жасалады. Қазақ халқы ежелден өзге халықтардан мәдениетімен, сырға толы өнерімен дараланады. Өн бойынан даланың жұпар иісі аңқыған, сырлы өрнегі сыңғырға толы, көркем де көрікті халықтық өнердің жарқын әлемі біздің көз алдымызға қазақ халқының материалдық және рухани өмірдің ерекшеліктерін еріксіз алып келеді. Қазақ ежелден көркемдікті жанына жақын тұтқан халық. Соның бір ғана бөлігі көркем кесте өнері. Халқымыз киімдерін, тұрмыстық сәнді бұйымдарын ою өрнекпен, зерлі кестелермен безендірген. Кесте қазіргі таңға дейін тек тұрмыстық деңгейде ғана қолданылғаны анық. Ежелден халық арасынан кең тараған кестенің алғашқы түрлерін пазырық және нуаи ұлан қорғандарынан табылған құрал-жабдықтардан, түскиіз, кілем, киім-кешектер, жауынгерлердің сыртқы су қағарлары, шекпен, камзол жеңдерінен көруге болады. Кесте инемен, бізбен және кесте машинасымен тігіледі. Кейде кестеге моншақ, інжу, маржан тағы да басқа асыл тастар тағылады. Кестені материалдың бетіне түгел бастыра немесе гүл шоғырына ұқсатып та әшекейлейді. Бұйымды тұтастай бастыра әшекейлеу үшін шалыс, жатық, терме, жүрмеу тәсілін қолданады. Кестенің біз кесте, баспа, жылтыр, тамбұрлы кесте, албыр кесте, кенебейне секілді түрлері белгілі. Біз кестенің шым кесте және әредік кесте деп аталатын екі түрі бар. Біз кесте дөңгелек немесе төрт бұрышты етіліп, кергіш ағашқа керілген матаның бетіне түсірілген ою өрнек бойынша қармақты бізбен өткермелеп, шалу арқылы кестеленеді. Біз тува тіліне бизір тұлғалы сөз ұшын шығару, өткірлеу мағынасынан пайда болған етістік. Кестелеуге арналған біз ұшты, үшкір, ілмегі бар материалға сұғып, жіп ілуге арналған сапты құрал.
Шым кесте тігілетін матаның ашық жерін қалдырмай немесе ашық орынды өте аз қалдырып тұтас кестелеген шымқай кесте. Әрадік кесте матаның әр жері әшекеленіп бөлек-бөлек өрнек салынады. Шым кесте түскиіз, сандыққа, мақпал шапан, орамалдың алақаны, жастық жапқыш, кежім, сәукеле тағы басқа көптеген заттарға төгіледі немесе бөлек матаға төгіп қондырылады. Әрадік кесте тақия, балақ, өңір, жаға, етекке және кең қоныш етектердің бұрыш-бұрышы сияқты заттарға төгіледі немесе бөлек төгіп қондырылады. Геометриялық кескінді бейнелейтін кесте жіп санап тігілсе, ирек өрнектер әр түрлі суреттер алдын ала жүргізілген ізді қуалай тігіледі. Сонымен бірге матаның кесте түсер тұстарының жібін суырып тастап немесе қалың мата бетін алдын ала ойып алып та тігеді. Кесте тігу өнері қазақ халқына өте ертеден таныс. Байырғы сақ, ғын, үйсін өнерінде кестені зерлеп, маржандап, торлап, түктеп тігу тәсілдері кездеседі. Қазақ салтында үй жиһаздарын, киім-кешектерді, аяқ киімдерін, қол орамалдар мен ер-тұрмандарды, тұрмысқа қажетті заттарды безендіру үшін кесте көп пайдаланылады. Алтындап, күмістеп тігу сән салтанат бұйымдарына тән. Бұл үшін көбінесе барқыт, мақпал, атлас, қырмызы сияқты бағалы маталар пайдаланылады. Мұндай тігістерге өзіне арналып жасалған алтын және күміс жіптер қолданылады. Кейде алтын, күміс түстес жіңішке жиек сулары, зер пайдаланылады. Алтындап тігуде көбінесе бедерлі бедерсіз басып тігу кестесіне маржандап тігуде аралас жүргізіледі. Алтын жіппен тігу түрік халықтарының бәріне тән өнер.